бір дефиляторын көрсетеміз. Қараңыздар, лопаткасы. Бұның бір жақ шетін ашқан кезде электродтары болады. Бұл электродтарға липушкаға жалғап, адамның жалпы қол секілді бағытпен кетіре береміз. Енді бірінші қосамыз, қараңыздар. Вызовқа бардыңыздар, мысалы шақыртуға, науқас ес-түссіз. Міне, режим тұрады. Взрослый. Жалғаймыз. Взрослый. Одан кейін шақыртуға барған кезінде не істейміз? Бірден тез арада, мысалы, липушкаларды жалғап уақыт жоғалтқымыз келмесе, міне апэкстерну жүрек ұшына қоямыз, кеуде тұсына қойып, бірден анықтауға болады. Шокты, шоксыз ритмнің бар жоғын көрсетеді. Егер шокты ритм кезінде қолданамыз бұны. Ал енді келесі. Бірінші міндет түрде дефибриллятор басамыз. Неверные терапевтические электроды. Одан кейін ручной режим міндетті түрде. Одан кейін өзіміз электродты жалғап аламыз. Бұны энергия деген кнопканы басамыз. Қараңыздар, мұны стрелканың көмегімен төмен, жоғары. Міне 150 килоджоудан бастаймыз. Алдық. Сосын кейін не істейміз? Лопаткадегі кез келген бір кнопканы басып, электрод жалпы энергия жинаймыз. Қараңыздар. Энергия жиналды. Жүрек ұшына, кеуде тұсына қойдық. Өзіміздің қауіпсіздігімізге баса назар аударамыз. Видеомызда екі кнопканы бірден басамыз. Және қайтадан осы лопатканың көмегімен немесе электродтарды кеуде тұсына жалғау арқылы соны тексеріп қараймыз.